Сәлем достар, менің есімім Асем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін қазан айының 1-і, яғни күздің 2-ші айы басталды. Соған орай мен күздің 1-ші айында, яғни қыркүйекте тоқыған дайын бұйымдарыммен, жұмыстарыммен бөліскім келіп отыр. Ең алғашқы дайын болған бұйым ол экранда көріп тұрғандарыңыздай жилет. Бұл жилетті мен құрбымның туған күніне сыйлық ретінде тоқыдым, сондықтан ол жилет қазір қолымда жоқ. Бірден тоқып болғаннан кейін жуып кептіріп почтамен салып жіберген болатынмын. Бұл жилетті мен 2-ші рет тоқып жатырмын. Бірінші рет тамыз айында тоқығанмын меринос жібінен, кашемир аралас. Ал бұл жолы мен хлопок, яғни мақта кашемир аралас жіптен тоқыдым. Салыстырмалы түрде осы тоқыған жилетім, яғни 2-ші рет тоқыған жилет сәл ауырлау болып шықты мериносқа қарағанда. Яғни ол хлопоктан болуы керек деп ойлап отырмын. Жалпы маған бұл жилетті тоқыған ұнайды, себебі өте жеңіл тоқылады, ою-өрнектеріне қарамастан. Және мен бұл жилетті дайын мастер-класс, яғни ақылы мастер-класс бойынша тоқыдым. Жалпы өзімнің көңілімнен шықты нәтижесі. Екінші дайын болған бұйым ол менде осындай шарф, Софи шарфы. Тоқып жүрген қыздар көріп жүрген боларсыздар деп ойлаймын бұл шарфты. Жалпы байқағандарыңыздай бұл шарфты мен осы жемпірімнен қалған жіптен тоқыдым. 100% меринос жібі. Өте жұмсақ, ешқандай, былайша айтқанда, ыңғайсыздық бетке, мойынға қойған кезде ешқандай бір колючий емес, былайша айтқанда. Өте жұмсақ, сондай. Өзіме арнап тоқыған жоқпын әрине. Бұны мен ұстаздар күніне, ұлымның ұстазына арнап тоқыдым. Ертең сыйлайтын боламыз. Өте тез, өте жеңіл тоқылатын шарфтардың бірі. Және менің ойымша қазір трендте болып жатқан шарф деп ойлаймын. Маған өзіме ұнады тоқыған. Келесі ол менде осындай қолғаптар, яғни саусағы жоқ қолғаптар. Бұл қолғаптарды мен өзіме тоқыдым, себебі бізде ауа райы бірден суып кетті. Сондықтан қолым жаурамас үшін осындай саусақтары жоқ қолғап тоқыдым. Бұл менде өзімде қалдық жібімнен тоқылған. Осындай ою-өрнектермен өзіме қатты ұнайды. Осы твид жібінен тоқыған болатынмын, яғни мұнда сары, күлгін түстегі нүктелері дейін ба, дақтары бір күздің атмосферасын, күздің вайбын ерекше беріп тұрған сияқты болып көрінеді маған. Өзіме сондай ұнайды қатты. Бұл жерде 75% меринос жүні және 25% полиамид. 100 граммда 350 метр. Және бұл қолғаптарды мен тағы да дайын ақылы мастер-класс бойынша тоқыдым. Нәтижесі маған өзіме қатты ұнады. Бұл қолғаптарды мен қыркүйектің соңғы 2 күнінде, яғни осы кеше тоқып бітірген болатынмын. Турбо режимде тоқыдым десем болады, себебі қолдарым кәдімгідей далада жүрген кезде жаурап қатып қалып жүрді соңғы күндері. Жалпы қыркүйек айында тоқыған бұйымдарым осы. Ендігі кезекте мен сіздермен жаз айларында тоқыған бұйымдарыма шолу жасап кетсем деп отырмын. Олардың ешқайсысы менде жоқ, себебі мен жазда өте көп крючокпен тоқыдым, және ол тоқыған бұйымдарымның барлығын сыйлыққа тоқыған болатынмын. Және спицымен 2 бұйым тоқыдым, ол да сыйлыққа тоқылған болатын. Мен оларды кішігірім жазып алдым, қарап отырам, себебі мен оларды уже ұмытып қалдым, не тоқығанымды. Жалпы бірінші ол бізде осындай сумка, экранда көріп тұрғандарыңыздай сумка банан деп аталады, яғни осы жерге бүйтіп тағып жүретін. Жалпы былай
әдеттегідей таға беруге де болады. Бұл сумканы мен рафия жібінен тоққан болатынмын. Бөліктері 4 квадраттары бөлек-бөлек тоқылып, соңынан бәрі бірге жалғанады. Ішінен мен подклад тоқыдым. Өзіме қатты ұнайтын сумкаларымның бірі, өте ерекше, яркий дейді ғой, көзді тартатындай сумкаларымның бірі. Екінші ол менде осындай сумка, кішігірім сөмке, яғни телефон салуға арналған. Бұларды да мен сыйлыққа тоқыған болатынмын. Полиэфирді шнурдан тоқыдым. Үшінші бұл бізде тағы да телефон салуға арналған сөмкелер. Бұларды мен рафия жібінен тоқыдым. Ешқандай мастер-класссыз, өз ойымнан, яғни суретін Pinterest'тен көріп қалдым да, бірден өзім тоқып көруді шештім. Және тоқу барысында біраз қиындықтар болды, бірақ соңында әйтеуір басым жетті, миым жетті қалай тоқу керек екендігіне. Және соңындағы нәтижеге көңілім толды десем болады. Жалпы жазда біз Ақтауға қыдырып барған болатынбыз. Ақтауда менің жақын құрбым, сыныптасым тұрады. Арай, көріп отырсаң, сәлем. Бұл сумканы мен Арайға арнап тоқыдым, полиэфирді шнурдан. Және соңғысы, осы көріп отқандарыңыздай, экранда көріп отқандарыңыздай, торба сумкасы. Менің өзіме қатты ұнаған сумкалардың бірі. Бұл сумканы мен мастер-класссыз тоқыдым өзім. Бірнеше рет сөктім, бірнеше рет қайта сөгіп, солай соңындағы нәтижесі өзіме қатты ұнады. Джут жібінен тоқылған. Тоқу барысында, яғни кішкене аздап қиындықтар болды, себебі джутпен тоқып көрген қыздар біледі деп ойлаймын, қандай қиын екенін. Бірақ нәтижесі өзіме қатты ұнады. Мүмкін келесі жазда өзіме тоқып алармын деген ойда қалдым. Және ескеретін нәрсе, бұл сумканы мен тапсырысқа, яғни заказға тоқыған болатынмын. Бұл менде крючокпен тоқылған бұйымдар. Ал ендігі кезекте спицпен тоқыған бұйымдарыма тоқталатын болсам, бұл жерде 2 бұйым бар. Оның біріншісі жилет, экранда көріп тұрғандарыңыздай, на завязках деп аталады, яғни екі жанынан байлайтын баулары бар. Бұл жилетті мен осы қайтадан твит жіптен тоққан болатынмын, өзімнің құрбыма туған күніне арнап. Ешқандай мастер-класссыз өзім ойдан құрастырып тоқыдым. Жалпы өзіме ұнады, өте жылы. Құрбым солтүстікте тұратын болғандықтан, яғни суық күндері жылытатын жилет болсын деген ниетпен тоқыдым. Келесі ол бізде экранда көріп тұрғандарыңыздай тағы да жилет. Бірақ бұл жолы сұр түсте, яғни сұр түсте және меринос жібінен тоқылған. Видеоның басында айтып кеткен жилет осы. Бұл тамыз айында тоқылған жилет. Мен бұл жилетті құрбымның туған күніне тоқыдым. Жалпы маған көктемде сондай ой келді. Әр құрбыма туған күндеріне осындай бір өзімнен тоқылған бұйымды сыйға тарту деген ой келген болатын. Сол ойымды, ниетімді жүзеге асырып жүрмін қазіргі таңда. Соның бірі осы жилет. Бұл жилетті мен видеоның басында айтып өткенімдей, меринос кашемир аралас жіптен тоқыдым. Бұл жилетте менде қиындық тудырған ол V-образды, яғни V-образды горловина, мойны. Мен оны 5-6 рет сөгіп қайта тоқыдым. Білмеймін, дайын мастер-класс бойынша тоқығанмын. Айтып өткенімдей, сол жерде осы V-образды мойны толыққанды жазылмаған сияқты болып көрінді мен үшін. Өйткені мен V-образды мойынды бірінші рет тоқыған болатынмын. Жалпы нәтижесі өзіме қатты ұнады. Бұл менде жазда тоқылған бұйымдар
осымен тамам. Негізі одан да көп болды, шынымды айтайын. Өте ұсақ аксессуарлар көп тоқылды, бірақ олардың барлығын мен суретке түсіріп алмаған едім, сондықтан есімде де жоқ, және сіздерге де көрсете алмаймын, сондықтан оларды тізімге қосқан жоқпын. Және келесі бізде менің қазан айына қойған жоспарым, алдағы уақытқа деп айтайыншы, қазан айына емес, алдағы уақытқа қойған жоспарларымның бірі ол дәл қазір менде осындай үлгі бар, образец. Өте сондай жұмсақ, мамық образец. Бұл менде жолдасыма арнап поло жемпірін тоқығым келіп жатыр. Егер суретін тапсам, осы жерге экранға қоятын боламын. Бұл жерде жіптің құрамы 5% кашемир, 30% меринос және 30% вискоза және 35% полиамид. Бұл жерде 100 граммда 1500 метр бар. Және мен бұл полоны, яғни жемпірді 4 қабаттап тоқиын деп жатырмын. Мұндай 4 қабаттап тоқитын боламын. Бұл енді менде қазан айына жоспарым. Және қазан айына жоспарым менде дәл қазір осы жемпірімнен қалған 160-200 граммдай жіп қалған болатын. Содан мен бағана көрсеткенімдей сафи шарфын тоқыдым. Ендігі кезекте осындай қалдықтан мен өзіме толыққанды, яғни саусақтары бар қолғап тоқығым келіп тұр. Енді бұл қазан айына қойылған жоспар. Нақты орындаймын ба, әлі белгісіз. Және де қазан айына менде жоспарда осы 2 твид жібінен, бұл екеуі де бір фирманікі, яғни Зеня Баруфаның твид жібі. Бұл осы 2 жіптен мен Гүлжан ханымның ақылы мастер-классы бойынша өзен хат деп аталады, қателеспесем, шапка тоқығым келіп тұр. Экранға суретін қоямын. Мен ұлыма тоқимын ба, әлде өзіме тоқимын ба, әлі тоқталған жоқпын. Негізі чат GPT-ға жазып көрдім, осы 2 жіптен қалай шығады, соны бейнелеп берші маған деп жазып көрдім чат GPT-ге, және осындай маған суретін шығарды. Меніңше әдемі сияқты. Егер ұл балаға тоқысам, онда басты, яғни основной түсті осы хаки түсте қыл деп айтты маған. Сондай совет берді чат GPT, себебі ұл бала болғандықтан кішкене кір көтереді деп сондай совет берді маған. Шынымен ол ойыма келмепті менің. Басында ойлаған едім основной цветті осы түсте қыламын ба деп, бірақ чат GPT-дің маған айтқан кеңесі ұнады. Сондықтан мен осы 2 түсте тоқитын боламын. Және менде қараша айына осындай әдемі лимон, қазір камерада онша берілмей тұр түсі. Негізі әдемі лимон түсте. Бұл жерде 100% меринос экстра файн, 500 грамм. Мен бұл жіптен жемпір тоқимын. Мұнда суретін қоятын боламын. Жемпір тоқимын, ол да сыйлыққа, кімге екен әлі құпия болып қалсын. Сондай жалпы жоспарларым бар. Әзірге жоспарым осы. Жалпы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Және де видеоға лайк басып, комментарияға жазып жүрген, қолдап жүргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз, жылы лебіздеріңіз, пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен барлығын оқимын, жауап қайтарамын сұрақтарыңыз болса. Және де келесіде әр ай сайын осындай бір видео түсіріп отыруды әдетке айналдырғым келіп жүр. Себебі ол маған ұнайды, бірақ кейбір белгілі бір себептермен
унутуп кетип жатамын, колум тиймей калатын кездер болот. Бирок азыр уже бизде күз келди, яғни токуудун сезону башталды. Сондуктан калдырып таштап кетпеуге тырысамын. Мени жоголтуп алмаш үчүн каналга тиркелип, осы видеого лайк басып кетүүлөрүңүздү сураймын. Ол мен үчүн өтө маңызды. Келеси кездескенче сау болуңуздар.